Ассалаумағалейкум құрметті көрермен және оқырман. Бүгін әлемді тану екінші бөлімі болмақ. Бүгінгі бөлімде мен көршілес мемлекет ұлы тұлғасы Шыңғыс Айтматов сынды, Салижан Шарипов сынды ұлы тұлғалармен мақтанатын қырғыз ағайындар жайлы айтпақпын. Қырғыз ағайындарға шолуды бірге жасайық. Кеттік. Қырғызстан жер көлемі бойынша 85-ші орынды алатын мемлекет. Қырғызстан ресми Қырғыз Республикасы. Қырғыз Республикасы орталық Азияда орналасқан таулы мұхитқа шыға алмайтын мемлекет. Астанасы Бішкек. Қырғызстан орталық Азияда орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Қазақстан мен шығысы мен оңтүстік шығысында Қытай мен оңтүстік батысында Тәжікстан мен ал батысында Өзбекстан мен шектеседі. Солтүстіктен оңтүстікке 454 мың шақырым, ал батыстан шығысқа қарай 925 мың шақырымға созылып жатқан мемлекеттік шекаралары бар. Ел ішіне ойыссақ, ел президенті Садыр Жапаров. Ресми тіл мемлекеттік тіл қырғызша, ресми тіл орысша болып бекітілді. Ірі қалаларына келер болсақ, Ош, Жалалабад, Қарақол сынды ірі қалалармен танымал. Қырғыз елінің халық санына келер болсақ, халық саны 6 миллион мен 10 миллион аралығындағы халық тұрады. Және туризм саласына келер болсақ, туризм саласы демалыс орындары Ыстықкөл, тау шатқалдары сынды, Шопан ата сынды керемет әсем жерлері де бар. Қорытынды, Қырғыз мемлекеті қазіргі таңда кино саласында ең керемет нәтижелерге жетіп келе жатқаны баршамызға белгілі. Ең мықты кино, Пейш атты киноны қырғыз бауырлар өте керемет түсіріп халыққа көрсеткен болатын. Сіздерменен болған мен Жүсіпбай Данияр Беркінбай ұлы. Жақсы шақта өмір сүрейік, сыйластығымыз ешқашан бұзылмасын. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, каналдың өсуіне, дамуына үлес қосай кетіңіз. Жаздай жарқын көктем елбіз, қазақ қырғыз көчмөн елбіз, Құдай сүйіп өпкөн елбіз, байырлаған бейіш көріп